Сәлем қыздар, бүгін сіздермен өте дәмді, өте сочный мясной пирогпен бөліспекшімін сіздерге. Бұны мен мастер-класстарда қыздарға үйретіп жүрген рецебім. Барлығын өлшеп, весімен өлшеп жасайтын болсаңыздар, сіздерде 100%-ға дұрыс шығады. Мясной пирогымызды біз жасау үшін ең бірінші 2 жұмыртқа, 1 ас қасық сода. Соданы уксуспен гастетіп аламын. Кәдімгі менде яблочный уксус, сметана. Қазір мен қолданып жатқан сметанам президент 15%-гі. 150 грамм сметана. Специялар болады. Именно самсаға және осындай мясной пирогтарға арналған приправалар. 150 грамм сливочный масло, бізде комнатный температурада болу керек. Бұрыш, ұн және салмасына 300 грамм фарш. Мен фаршты өзім қолдан тартып аламын, ешқандай сатып алмаймын көп жағдайда. Және де пияз. Осылай мен ірі етіп турағанды жақсы көремін. Средний бір картошка салып жіберуге болады. Тоже өте дәмді болады. Енді мен өзімнің күйеуім картошкамен көп ұната бермейді, сондықтан картошка салмай пісіремін. Жасау жолы ең бірінші 2 жұмыртқа. Жұмыртқамызды салып аламыз. Және бір миксерлеп аламыз. Миксермен емес, венчикпен де жасауға болады, қыздар. Тек сіздердің майларыңыз комнатный температурада болу керек. Масламызды саламыз. Масло. Сразу қаймағымызды саламыз. Қаймағымызды салып, екеуін жақсылап тұрып миксерлейміз. Не қыздар, миксерлеп алды. Енді бізге миксердің көмегі қажет болмайды. Содамызды уксуспен гастетіп аламын. 6-7 капля уксус қажет болады. Сода салмай, разрыхлительмен де жасауға болады. Егер ас содасын уксуспен гастететін болсаңыздар, соданың иісі шықпайды. Кейбіреулер лимонный кислотамен немесе лимонның соғымен гастетіп жатады. Ол жағдайда мен ойымша кішкене сонда да иісі шығып тұратын сияқты. Ең жақсысы, ешқандай иіс шығармайды, 100% сенімді уксус. 450 грамм ұн, менде негізде 400 грамм ұн кетеді, бірақ тестамызды жайған кезде 50 грамм ары бері жүреді. Сондықтан 450 грамм ұнды есептеп алдым. Ұнды еректен өткізіп алған дұрыс. Менде қолданып жатқан ұным цесна ұны. Қазір ұнның жартысын саламын. Өте жұмсақ, қолға жабыспақ теста болады. Ол жағынан қорықпаңыздар, қыздар. Өзі осындай теста болу қажет. Кейбір қыздар тоже қателік жіберіп жатады. Ұнды көбірек салып қояды. Мысалы, 450 грамм ұнның орнына 600-700 грамм ұн болады. Сол жағдайда тестамыз қатып қалады. Қыздар, міне тестамызды қалғанын жалғастырамыз. Саламыз. Енді қалған жаңағы ұнымызды, тестамызды 2 бөлікке бөлеміз. Біреу үлкендеу, біреу жоқ. Жоғарғысы сәл үлкендеу болады да, наоборот, астыңғы жақсы кішкентай теста болады. Не қыздар, бізге жоғарғы үстін жабуға кішкентайлау сияқты. Бізде астына қажет болады. Өйткені жабысып үзіліп қалады тесталарымыз.
ұнды аямаймыз. Мен мында противенге пісіретін, неге формаға пісіретін боламын. Диаметрі 28 диаметр менде. Формасыз да пісіре беру. Кішкене мынандай тестамызды жаямыз, борчиктер жасаймыз. Себебі біздің ішіндегі начинкамыз төгіліп қалмас үшін. Бірдегі борчиктер жасап аламыз. Жаңағы салмасына түсіндіріп өттім сіздерге 300 грамм тартылған ет, фарш 300 грамм саламыз. Мен жаңағы посуданы кішілеу посудаға қойыппын. Приправамыз саламыз. Және бұрышты татымына қарай саласыздар, көп салып келмеңіздер. Егер бұрыш көп кететін болса, жоға беруі мүмкін. Енді тұзымызды саламыз. Біздің тұзымызды дұрыс білу үшін біз аздап қана растительный масло қосып жібереміз. 1 столовая ложка. Жақсылап тұрып салымызды қарастырамыз. Мысалы 300 грамм бірде бір жүреді. 300 грамм ет болатын болса, тартылған ет болатын болса, тоже 300 грамм пияз жүреді. Бірде бір болады. Сонда сіздердің пирогтарыңыз сочный, өте дәмді болып піседі. Сол жағынан беріңіздер. Енді фаршын салмасын барлығын тестамыздың үстіне төсеп шығамыз. Міне қыздар, біздің қалған тестамыз. Ұнымызды жақсылап тұрып себеміз, ұнды аямаймыз. Сіздер бастысы рецепттен көп ұнды қоспасаңыздар болғаны. Енді міне осындай біріктіріп, астыңғы тестамызды біріктіреміз. Жұмыртқаның сарысын жағамын. Теспейтін болсақ, ішіне ауа кірмейді де, біздің пирогымыз дұрыс піспей қалуы мүмкін. Мен өзімнің пешімде 180 градуста 30 минутта пісіріп аламын. Асты үстіне орта. Қыздар, міне біздің пирогымызды қараңыздар. Өте күшті, өте үлкен болады. Бір 10-12 қонағыңызға спокойно жетеді. Өте тойымды. Міне мен жаңағы формочкадан осылай алынады. Міне астында кішкентай жаңа темірі тұр, көрдіңіздер ме? Осында форма алсаңыздар, кез келген пирогты өте жақсы пісіреді. Мысалы, творожный пирогқа, яблочный пирог болсын, кез келген пирогтың түрін осы формада мен өзім пісіремін. Өте ыңғайлы. Қазір сіздерге кесіп көрсетемін қалай болғанын. Қыздар, міне біздің пирогымыздың іші. Қазір сіздерге тестасын көрсетемін. Тестасы өте жұмсақ, қатты қалың да емес, жұқа да емес. Маған өзіме осындай тесталар ұнайды. Қазір дәмін көремін. Дәмі деген енді керемет. Өзіме ұнайды осы пирог. Именно осы рецепт, мясной пирогтың рецептін енді өте көп қой жасалу жолдары. Осымен жасап көріңіздер, қыздар. Тестасын өздеріңіз көріп тұрғандай өте үлпілдек, бір песочный да теста емес, дрожжевые да теста емес. Қыздар, жасап көріңіздер, сәттілік.